Миғраж сөздікте жоғары көтерілу дегенді білдіреді. Шариғаттағы мағынасы Мұхаммед Исра түні Бәйтул Мақдистен ең жоғары аспанға көтерілуі. Яғни Алла тағала пайғамбарымызды Ережеп айының 26-сынан 27-сіне қараған түні Мекке қаласынан Ақса мешітіне апарып, сол жерден Миғражға көтерді. Исра сүресінде пендесін бір түні оған белгілерімізді көрсету үшін Харам мешітінен біз айналасын мүбәрәк қылған Ақса мешітіне Исра жасатып апарған Алла тағала әр түрлі кемшіліктен пәктелінген. Аятта келген Исра сөзі түнде жүру дегенді білдіреді. Миғраж түні 5 уақыт намаз парыз етілді. Пайғамбарымыздың қиямет күні шапағат етуімен Бақара сүресінің соңғы аяттары уақи етілді. Ол күні пайғамбарларды көріп, оларға имам болуы, жәннат пен тозақты көру тағы басқа қиямет жағдайларының Алла елшісіне білдіруі, мұсылман үмметіне ислам дінін толық жеткізуші пайғамбарлардың ең абзалы, соңғысы екенінен хабар беріп тұр. Пайғамбарымыз мен пыраққа мініп жер бетінен көкке көтерілдім. Пырақ бұл жұмақтан келген жануар еді. Жәбірейіл қасымда болды деген. Миғраж түннен кейін Жәбірейіл пайғамбарымызға намаздардың уақыттары мен оның оқу тәртібін үйретеді. Сол күнге дейін ол Ибрахим намаз оқығандай күніне 2 рет таң мен кешкі уақыттарында 2 ракағаттан 4 рәкат намаз оқып жүретін еді. Пайғамбарымыздың бұл мұғжизасын барлық мұсылмандар үлкен нығмет әрі құрмет деп қабылдаулары тиіс. Намаз момындардың миғражы деп Мұхаммед пайғамбардың үмбетіне миғраж дәрежесінде жүретін намаз ғибадатын сыйлады. Сондықтан осы түні көптеп нәпіл намаздар оқуымызға болады. Миғраж түні пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Меккедегі Әл-Харам мешітінен Құдыстағы Әл-Ақса мешітіне бір сәтте Исра түнгі сапар жасаған. Түнгі сапар арабтарда Исра деп аталады. Одан Миғражға, яғни көкке көтеріліп, өзінен бұрын өткен барлық пайғамбарлармен кездесті, үнемі құлшылықтағы періштелермен жолықты. Құдіретті жаратушымыздың түрлі белгі аяттарын көріп, онымен тілдесті. Пайғамбарымыз былай деп бұйырады: мені мұқият тыңдаңдар. Ережеп адамдардың ұрыс-керіске араласпай тыныш, бейбіт жүретін Алланың айы болып табылады. Кімде-кім жүрегімен сеніп және шын пейілмен маңыз беріп, Ережеп айында бір күн ораза ұстаса, ұлы Алланың ризалығына бөленеді. Ережеп Алланыкі, Шағбан менікі, Рамазан болса үмбетімнің айы. Ережеп айы рағайып және Миғраж түндерімен де құнды. Қасиетті күндер мен түндерден басқа күні жасалған әрбір игі іс, Құраннан оқыған әрбір әріптің сауабы 100 немесе 1000-ға дейін көбейсе, бұл қасиетті айлар мен түндерде тіпті еселенеді. Сондықтан бұл айларда қолымыздан келгенше Құран оқып, дұға жасап, кешірім тілеп, пайғамбарымызға салауат айтып, ораза ұстап, нәпіл намаз оқып, мүмкіндікті өткізіп алмауға тырысқанымыз абзал. Ұлы Раббымыз Ережеп айын мүбәрәк етіп, қасиетті Шағбан және Рамазан айларына аман есен жетуімізді нәсіп етсін.